Кешер құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыз мемлекет хабарлары. Бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Улыстың ұлы күні наурызбенен халықаралық әйелдер мерекесі бір айда тоғысқан осындай бір құтты күнде еліміздегі 56 ұлттың бірі болған қазақ халқының аналарға, қыздарға, әйелдерге арналған қасиетті сөздерінен ақыл көрсете отырып, бүгінгі ер қауымдарына мынадай ақыл насихатты айта жөнелтеміз. Ал олай болса, назарларыңыз бізде болсын. 8 наурыз күні әйелдер не сұраса да алып бере салыңдар, бір жаққа барамын десе ере салыңдар. Шақырса қаста келе салыңдар, от жақ күл төктесе төге салыңдар. Сол күні әйелдермен ғана бірге болам десе сене салыңдар. Дәмдеп тұрып көже салыңдар. Шаштары қысқа болып тарап ұзын болса өре салыңдар. Концертке барам десе алдыңғы жағынан билет алыңдар. Баланы құрғатып бөлей салыңдар, басқа күні басқарса да болады, сол күні әйтеу көне салыңдар. 8 наурыз әйелдер отырысына арналған интернацияланы былай екен. Қозғал кемпір болғысы келмеген жан байымыздың ақшасымен соғайық жаңа құрған. Орта жастағы әйелдерге төнді қауіпті ауыр күн, барша елден көтерілді ең қаһарлы үн. Етік пәлтен норка, нетіңнен қайтпай алсаңшы тез алқа. Тез ал, бір ниеттен қайтпай, байларың айтпай. Жасарып алғанша жасан, мәңгі жасан. Отбасының ұйтқысы ұрпақтардың қормалы, еркектердің қорғаны, бір қолымен бесік, бір қолымен әлемді тербеткен аяулы аналар, ардақты әйелдер, ару қыздар, алда келе жатқан мерекелеріңіз мерейлі болсын, дендеріңіз сау, отбастарыңыз аман. Қайғашында жайнап жасарып жүре беріңіздер. Алла қуаныш шаттығымыздан айырмасын илайым. Біреуге асыл жар, біреуге аяулы келін, біреуге ақ періште қыз, біреуге аяулы қарындас, сүйкімді сіңлі болған барлық сыңғырлы, сырғалы әйелдер қауымы. 8 март әйелдер мерекелеріңіз мерейлі болсын. Денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз аман, қызметтеріңіз табысты болуын шын жүректен тілейміз. Өз үйінде бой